Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге 1 сағат, 1,5 сағат ашытпай қалай жарты сағаттың ішінде пиццаның үлпілдек қамырын жасау керек екенін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап біліп алыңыз, қыздар. Бірінші ыдысымызға жылы сүт құямыз, одан кейін жылы су құятын боламыз. Үстінен бөлме температурасында тұрған маргарин немесе сары майды саламыз. Үстінен шекерді, тұзды және дрожжды саламыз. Барлық заттардың мөлшерін описанияға қалдыратын боламын. Айта кететін жайт, барлығы бөлме температурасында болу керек. Жұмыртқа да саламыз, ол да міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Барлығын салғаннан кейін қолмен немесе венчикпен араластырып жіберіп, үстіне міндетті түрде ұнды електен өткізіп саламыз. Сонда қамырымыз үлпілдек керемет болып шығады. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ етіп қамыр жасап, бетін жауып жарты сағатқа демалдырып қойсаңыздар болды. Ешқандай 1 сағат, 1,5 сағат керек емес. Ол уақытта біз ортасына салатын заттарын дайындап аламыз, ол өз қалауларыңыз бойынша. Ал мен бұл жерде соусқа кетчуп, майонез және де кәдімгі тәтті бұрыш, яғни болгар бұрышын мясорубкадан немесе блендерден өткізіп қосасыздар, өте дәмді болып шығады. Кейін біз қамырым сәл көтерілгеннен кейін осындай алып, бөлек 4 бөлікке бөліп, одан кейін бетін жауып, тағы бір 10-15 минутқа қойып қоясыз. 10-15 минуттан кейін осындай әдемі болып көтеріледі. Көтерілгеннен кейін әдемілеп жасап шығасыздар. Бетіне соусты құйып, үстіне өзіңізге ұнаған ингредиенттерді салып пісіріп ала бересіздер, қыздар. Мен біреулер болгар бұрышын, біреулер соленый огурцы қосып жатады. Біздікілер кейде тіпті помидордың өзін жақтырмай, кейде помидордың өзін қоспаймын, қыздар. Ол өздерінің, ең бастысы колбаса, сыр главный болса болды, қыздар. Сырын барлығын салып, қызып тұрған печкада 5-10 минут, ең қатты градуста пісіп тұрған печкада 5, ары кетсе 10 минут пісіріп аласыздар. Өте осындай жұмсақ және де үлпілдек болып шығады. Жарты сағат тұрды екен деп тығыз болмайды, қыздар. Міндетті түрде арнама жазылып алыңыз, басқа да түрлі пиццалардың жасау жолын үйретемін.